Ал құрметті достар, қазіргі уақыттарыңыз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Осы кескінімді соңына шейін өткізіп өтпей көре кетіңіздер. Мен де мінекей енді Бейжіңға жалғыз сапарымен аман-есен барып келіп, бүгінгі таңда енді осы Шинжаңдамын. Бұйырса енді осы жақсы да жаңалығымды осы кескін арқылы өздеріңізге жеткіземін деп ойлаймын. Енді осы жақын аралықта болыңыз, өздеріңіз де білесіздер, жалғыз сапарымен барып келіп, осы жол сапарында енді ашқазанымды құртып алдым десем болады. Ал енді мен бүгінгі таңда осы Құлжадамын. Ертең енді бұйырса, бүгін енді достық докторханаға бардым. Ертеңде бұйырса достық докторханаға барып, ашқазаныма енді әйнек салдыру деген сияқты енді түрлі тәсілдермен негізінен емдеп алып барылады. Өнімгі ендігі жоспарлар өздеріңізбен жақсы жаңалықпен басталады деп ойлаймын. Бұл енді менің кескінімнің мына оң жағында қосу белгіні басып, қосып алды, ұмытпаңыздар. Және де енді Бейжіңдерің қандай болып жатыр, қандай күтімде болып жатыр деген көптеген кісілерде пікір болады. Осы кескінді айтқым келетіні, Бейжіңдерден көптеген кісілер пікірге жазып қойыпсыздар. Мына Моңғолияда жақында 5 айда дей ма, 6 айда мына 500 километрлік жарыс бар, соған апарып қосып көр дейді. Алды енді 800 мың дей ма, сондай екен. Мен естуге қарағанда Бауминфей 15 мың сом ба, сондай екен. Бұйырса енді сол жақсы күнге нәсіп етсін деп ойлаймын. Мен де енді бұйырса енді осымен қана нетіп қалмайым, жақсы да жаңалығымды өздеріңізбен ортақта тастап отыратын боламын. Және де енді ішкер жаққа бару, осы Шинжаңда қандай жұмыс жасау, оның барлығын осы кескін арқылы өздеріңізбен жеткізіп отыратын болам. Бірінші айтқан кезде осы қарамандай халыққа рахмет, осыншама қолдау, осыншама дәрежеге жеткізгендеріңіз үшін менің рахметім шексіз. Енді қазіргі таңда болса енді осы ашқазаныммен аз ауырсынып қалғанда, сол себепті осыншама кескін сіздерге тастап қойдым. Әрқашан өсіңіздер, өніңіздер, әрқашан өздеріңізбен жақсы күнде кезігетін күнге нәсіп етсін. Мен әрқашан өздеріңізбен бірге ағайындар, көріскенше күн жақсы ағайын.